Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз оқытушы атынан үлгерімдік журналын ашуға өтінім беру. Ол үшін жүйеге оқытушы атынан кіреміз. Мәзірлерден журнал, үлгерімділік журнал бөлімін таңдаймыз. Ашылған бетте өзімізге қажетті сұрыптамалар жасау арқылы пәнімізді таңдаймыз. Яғни пәнді таңдаймыз. Келесі журнал ашуға рұқсатнама беру үшін өтініштер бөліміне өтеміз. Яғни журнал бөлімінде көруімізге болады. Дәрістен келмеді деген мәнін қарастырылғанын және де қандай да бір сабақ түрінен қойылған бағаны, яғни төмен қойылған бағаны көруімізге болады. Осы бағаларды ашуға рұқсатнама алу үшін өтініштер батырмасын таңдаймыз. Келесі рұқсат ашу туралы өтініштер бөлімінде осыған дейін оқытушының жіберген өтініштерін, өтінішті берген күнін, қандай сабақ типі бойынша қандай өтініштер бергенін және де өтініштердің мәртебесін көруімізге болады. Келесі жаңа өтініш беру үшін өтініш беру батырмасын таңдаймыз. Ашылған бетте пәнімізді таңдаймыз. Өтініштің түрін таңдаймыз. Яғни баға қоюға рұқсат немесе бағаларды өзгертуге рұқсат. Келесі себеп, яғни бұл дұрыс қойылмаған баға немесе қорытынды бағалар дұрыс есептелмеген мәндері қарастырылған өзімізге қажетті мәнді таңдаймыз. Келесі негіздеме бөлімінде құжатын жүктейміз. Келесі оқытушы үшін де қандай да бір пікір жазу қарастырылған, яғни пікір жазу бөліміне қандай да бір пікірін жаза алады. Ары қарай білім алушыларды қосу батырмасын таңдау арқылы қандай білім алушыға журнал ашуға рұқсат сұраймыз, сол білім алушыны қосамыз. Сол үшін білім алушыларды қосу батырмасын таңдаймыз. Келесі бағаның түрі, келесі бағаның күнін таңдаймыз. Және де күнді таңдағаннан кейін білім алушыны көруімізге болады. Яғни білім алушы және де оған қандай да бір қойылмаған бағаны көруімізге болады. Ары қарай қосу батырмасын таңдаймыз. Келесі өтінішті жіберу үшін біз өтінішті беру батырмасын таңдау арқылы өтінішімізді жібереміз. Өтінішіміз жіберілгеннен кейін келісу парағы бөлімі пайда болады. Яғни бұл бөлімде қандай қызметкерлер бұл өтініш түріне келісім жасайды, сол қызметкерлерді көруімізге болады. Келесі ал егер де бізде тағы да сабақ түрлері бойынша рұқсатнама ашуға өтініш беру қарастырылған жағдайда, онда өтініш беру батырмасын таңдаймыз. Келесі пәніміз, яғни жаңа дәрісті алдық. Келесі біз практикалық семинар сабақтарды немесе студент пен оқытушының өздік жұмыстарын таңдауымызға болады. Бұл жерде де күнді таңдаймыз, себепті таңдаймыз, негіздемені көрсетеміз және де білім алушыларды қосамыз. Және де келесі білім алушыларды қосу батырмасын таңдау арқылы бағаның түрін және де күнін таңдаймыз. Көріп тұрғанымыздай білім алушыға төмен баға қойылған, яғни осы бағаны өзгертуге өтініш беретін жағдайда белгілейміз ұяшығымызды және де қосу батырмасын таңдаймыз. Ары қарай өтінішті беру батырмасын таңдау арқылы өтінішімізді береміз. Келесі өтінішімізге барлық қызметкерлер тарапынан келісім жасалғаннан кейін журналдан өзіміздің пәнімізді таңдаймыз. Және де журналда, яғни қандай да бір өтінішімізді қанағаттандырып рұқсат берген жағдайда сол баға бізде жасыл түске өзгереді. Бұл бөлімде білім алушыға бағаны қойып сақтаймыз. Осындай ретпен оқытушылар журнал ашуға өтінім бере алады және де баға қоя алады. Осымен оқытушы атынан журнал ашуға өтінім беру модуліне арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.